Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бір ғана жұмыртқадан өте дәмді қылып, ешқандай таразды, миксерді қажет етпейтін жұп-жұмсақ етіп пирог жасап үйренеміз. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға шекерді салып, венчикпен немесе қарапайым вилкамен араластырсаңыздар да болады. Кішкене араластырып жібереміз де бөлме температурасындағы сүтті құятын боламыз үстіне қыздар. Ешқандай таразды да миксерде қажет етпейді. Мен барлық заттың мөлшерін описанияға қалдыратын боламын. Сүтті құйғаннан кейін де тағы да кішкене араластырып жібереміз. Кішкене шекерін ерігенше барынша араластыру керек. Одан кейін үстіне кәдімгі ұнды електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Ұнды салып араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық май құямыз. Сұйық майды соңында құйсаңыздар, сол кезде тесталарыңыз ешқайда жабыспай әдемі болып піседі қыздар. Алдын ала дайындап алған осындай формаға пергамент қағазын төсеп, немесе осылай фольгамен орап, құйып алып пісіре бересіздер қыздар. Қызып тұрған печкада міндетті түрде 180 градуста 45-50 минут пісіріп аласыздар. Бетіне мен әртүрлі жеміс-жидек осы жерде шие қойдым. Сіздер әртүрлісін қоя берсеңіздер болады. Мен дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де менің арнама тіркелмеген қонақ болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Өйткені менің арнамда осындай оңай, қолжетімді рецепттер өте көп болады қыздар.